Сабақ қарап отырсын ба? Әке, келдіңіз бе? Дұрыс. Оқығаның дұрыс. Әке, алдағы жылы ұбт тапсырамын ғой. Балам, мамандықты таңдадың ба? Кім болғың келеді? Әзірге шешпедім. Бірақ заң саласына барсам ба деймін. Ол жақсы ғой, бірақ заң деген ең алдымен әділдік екенін білетін шығарсың. Тең шешім шығару бабаларынан келе жатқан дәстүр екенін ұмытпағайсың, балам. Сонда қалай? Кезінде билер институты болған естіген боларсың, балам. Иә, естуім бар. Төле би деген бабаң болған. Төле ата, атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Саясын паналайық. Ақылыңызды айта отырыңыз. Жігіт үшін басты байлық не? Өзің бір оттай жанып тұрған бала екенсің. Атың кім, балам? Атым Арыстан болады, ата. Атына затың сай болсын, балам. Байлық ер жігітке қолыңдағы малы, не болмаса үстіндегі киім арқылы есептелмейді. Не екенің білгілерің келе ме? Әрине, құлағым айтыңыз, сізде. ата. Ендеше тыңдандар, қарақтарым. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы дейді. Балаң жақсы болса, жан мен тәңнің құмары дейді. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен пырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші байлығын, екінші жиғаның, үшінші ырысының тұрағы дейді. Мінекей балаларым, сендерге керек байлықта осы. Қайда болсаңдар да бай қуатты болыңдар, қарақтарым. Міне, балам. Сөзі дөп, шешімі дәл, қарағылды қақ жарған бабаларынан үлгі ал, балам. Түсіндім, әке. Заңды білу үшін әуелі бабаларымыз туралы біліп алайын. Дұрыс, оқы, балам. Оқығаның дұрыс. Ал, сәттілік. Мына жерде бір кітабым бар еді.